Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қарастыратынымыз динамика тақырыбы бойынша қарастырамыз. Жалпы динамика дегеніміз ол күштерді зерттейді, білесіздер, иә. ұбт-да нөмірі 16-шы сұрақ болып келеді. Бүгін біз Б деңгейінің тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Сонымен динамикаға не келеді? Күштер, яғни серпімдік күші, үйкетіс күші, ауырлық күші, иә. Күштерді қосу, сосын Ньютон заңдарына байланысты. Одан кейін дененің салмағы, салмақсыздық, асқын салмақ деген нәрсе бар, иә, білесіздер. Сосын абсолют қатты дененің инерция моменті деген осындай заттар бізде кездеседі екен. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы бар, ауырлық күші бар, одан кейін ғарыштық жылдамдықтар, жердің жасанды серіктері туралы сұрақтар жалпы кездеседі. Бұл Б деңгейі. Жалпы динамика бойынша негізі екі сұрақ келеді ұбт-да. Ол біреуі бізде 16-шы есеп, сосын 36-шы есеп болу керек ұбт-да. Солар кездеседі. Сонымен бізде жалпы бірінші сұрағымыздан бастайық. Бірінші сұрағымыз бұл бізде ауырлық күшіне байланысты немесе салмаққа байланысты. Күш берілген. Төменде сізге осындай планеталардың графиктері берілген. Төмендегі көрсетілген ғаламшарлардың еркін түсудеуі жайлы дұрыс тұжырымдар дейді. Енді мына жақта пи ғаламшар және Q ғаламшар деген екі ғаламшар тұр ғой. Осы жерде мысалы пи ғаламшарды қарайық. Мына жерде пи ғаламшардың салмағы 400 ньютон болғанда, оның массасы 40 килограмм болған. Енді біз жалпы еркін түсудеуін табу үшін біз ауырлық күшін массаға бөле саламыз. Сонда біз 400-ді 40-қа бөлеміз. Сонда бізде 10 ньютон бөлінген килограмм болды. Сонымен пи ғаламшардың еркін түсуі үдеуі 10 ньютон бөлінген килограмм деген жауап болады екен. Енді екіншісінде тексеріп көрсек болады. Ол үшін тағы да мына жерде аламыз. Осы жерде алсаң болады. Енді қай жер саған удобно, соны аласың. Екіншісінікін көретін болсақ, тағы да ол бізде 300-ді 60-қа бөлеміз. Ол Q ғаламшар. Мынау пи ғаламшар, мынау бізде Q ғаламшар. Q ғаламшардікі 5 ньютон бөлінген килограмм болады. Енді ондай бізде жауаптар жоқ, сондықтан А жауап болады. Келесі сұрақ. Егер денеге басқа денелер әсер етпесе, немесе инерция заңына сәйкес ол дененің әсер етпейтін болса, егер денеге ешқандай күштер әсер етпейтін болса, онда инерция заңына сәйкес ол дененің жылдамдығы тұрақты, траекториясы түзу болады. Бұл бізде Ньютонның бірінші заңы, Ньютонның бірінші заңы бойынша келіп тұр. Келесі сұрағымыз, бізде массасы берілген, массасы бізде 2 килограмм дейді. Масса бізде 2 килограмм болған. Сосын күш берілген. Күш бізде 4 ньютон. Енді сізден дененің қозғалысы және үдеуін табу керек. В общем, үдеуін табу керек. Енді бұл жерде қозғалысы бізде үдемелі болады. Өйткені Ньютонның екінші заңы бойынша, егер денеге күш әсер ететін болса, онда дененің қозғалысы үдемелі болады деген нәрсе бар. 4-ті 2-ке бөлем, сонымен 2 метр секунд квадрат. Жауабы А болады, үдемелі, және 2 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады деп. Келесі сұрақ, асқын салмақтың пайда болу шарттары. Асқын салмақтың пайда болу шарттары дене тік жоғары қозғалған кезде пайда болады. Сондықтан бұл жерде жауабы тек қана 3 болады. Тік жоғары қозғалған кезде асқын салмақ пайда болады. Ал гравитация болмаған кезде салмақсыздық болады. Төмен қарай үдеумен қозғалатын болса, тоже салмақсыздық болады. Сондықтан бұл жерде тек қана 3 деген жауапты қарастырамыз. Жақсы, келесі 5-ші сұрақта суретте лифті тік төмен қарай қозғалса, динамометрдің көрсетуі тік төмен қарай қозғалған және еркін түсу үдеуімен үдеу екеуі тең болатын болса, онда бізде дененің салмағы 0-ге тең. Себебі тік төмен қозғалғанда біз күшті табу үшін G минус А дейміз ғой. Енді G мен А екеуі тең болса, мына жерде екеуі 0 болып қалады, екеуінің азайтындысы. Сонда күшімізден бізде 0-ге тең болады деген сөз. Келесі сұрағымыз, суретте төменде қарай бір қалыпты қозғалған лифтіде дене салмағының шамасы көрсетілген дейді. Енді лифтідегі дененің массасы қандай? Енді дененің салмағының шамасы, мына жерде суреттің кішкене сапасы төмендеу, бұл бізде 2,5 ньютон көрсетіп тұр. Яғни салмақ пи деп ала салайық, ол бізде 2,5 ньютон болған. Енді осының бізге массасын тап дейді. Массаны табу үшін біз не істейміз? Салмақты G-ға бөле саламыз. Сонда 2,5 бөлінген 10 бізде 0,25
килограмм, 0,125 килограмм дегеніміз, ол 250 грамм болады деген сөз, е. Жақсы, келесі сұрағымызға тоқталайық. Келесі сұрағымызда бізде массасы берілген. Массасы 1 килограмм дейді. Массасы 1 килограмм. Так, массасы 1 килограмм дене, яғни массасы 1 килограмм дене. Одан кейін айға тартылу күші берілген. Тартылу күші бізде 1,6 ньютон. И бізге биіктігі берілген. Биіктігі 20,4 метр болған. Енді сізден сұрап тұрған ай бетіне түсу, еркін түсу үдеуі қандай? Бет еркін түсетін уақытын тап дейді. Енді бірінші айдағы еркін түсу үдеуін табамыз. Оны табу үшін біз күшті массаға бөлеміз. Сонда 1,6 бөлінген 1, сонда айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 метр секунд квадрат. Енді бұны жаттап алсаңыздар да болады, жалпы айда 1,6 метр секунд квадрат дегенде. Сосын ары қарай бізде уақыттың формуласы бар. Ол бізде 2h бөлінген g түбірдің астында деген формула бар, иә. Сонымен 2-ні көбейтеміз 20,4-ге, бөлеміз g бізде 1,6-ға, осыны шығарған кезде бізде 5 секунд, жоқ шамамен 5 секунд деген жауап шығады екен. Келесі сұрағымыз, енді радиусы берілген. Так, радиусы бізде 40 метр болады дейді. Көпірдің үстінде массасы 2 тонна, 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм. Сосын жылдамдығы берілген, километр сағатты метр секундқа айналдырасыздар. Айналдыратын болсақ, біз 3/6-ға бөліп тастаймыз, білесіздер. Ол бізде 10 метр секунд болды. Енді көпірдің жоғарғы нүктесіндегі қысым күші қандай болады? Енді көпірдің жоғарғы нүктесіндегі қысым күші. Бұны табу үшін бірінші біз центрге тартқыш үдеуді тауып аламыз. V квадрат бөлінген R. Так, V квадрат дегеніміз 10-ның квадраты бізде 100, бөлеміз 4-ге, сонда 2,5 метр секунд квадрат болады. Енді бұл дөңес көпір болып тұр. Дөңес көпір болғандықтан бізде формуласы n тең болады mg-a деген формулаға сала саламыз. Сонымен бізде m бізде 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі, g бізде 10-ға тең, азайтамыз 2,5-да. Сонда бізде 15 килоньютон деген жауап шығады екен, е. Келесі тағы да осындай дөңес көпірдің формуласы. Дөңес көпірдің ең үстіңгі нүктесінде, яғни сізге массасы берілген, массасы 800 килограмм дейді. Сосын центрге тартқыш үдеуі берілген, ол бізде 0,2 метр секунд болса, онда оның жоғарғы нүктесіндегі жаңағы салмағы қандай болған дейді. Тоже сонда салмағын табу керек. Ол тоже бізде жаңағы формуланы қолданамыз. G минус A. Орнына қояйық. Так, мына жерде 800, G бізде 9,8, азайтамыз 0,2. Сонда біз 800-ді жаңағы 9,6-ға көбейтіп жібердік деген сөз. 7680 метр секунд квадрат шығады екен. Ньютон шығады екен. Келесі, велосипед мінген бала 8 метр секунд жылдамдықпен қырдан асты. Көпірдің үстінде оның велосипедті орындығына түсірген қысым күші берілген. Яғни бізге жылдамдығы берілген, жылдамдығы 8 метр секунд болған. Одан кейін жаңа қысым күші n деп алайық. Ол бізде 320 ньютон болған. Баланың массасы берілген, баланың массасы бізде 40 килограмм болып тұр. Енді бізден сұрап тұрғаны осы ненің радиусы қандай болған деген сұрақ болып тұр. Енді бірінші жаңа формуланы асықпай бір-бірден шығарайық. M ол бізде G минус A, өйткені дөңес көпір болып тұр. Осы жерде мен бірінші үдеуді тауып аламын. Үдеуді тауып алатын болсам G минус N бөлінген M деп шығарам. Так, G-дің орнына біз 10-ды қойдық. N дегеніміз бізде 320. 320-ны 40-қа бөліп тастаймыз. Сонда 2 метр секунд квадрат болады. Сонымен үдеу дегеніміз ол бізде V квадрат бөлінген R ғой. Осы жерде R-ді табамыз. R-ді табу үшін V квадратты үдеуге бөліп тастаймыз. Сонда жылдамдығы бізде 64, 64-ті 2-ге бөлеміз. Сонда 32 метр деген радиус шығады екен. Не көріңіздер, нағыз B деген есебі. Екі амал қолданып отырмыз. Өте жақсы есеп деген сөз. Жақсы, келесі үстел үстінде жатқан қорапты оңға қарай тартқанда үйкеліс күшінің бағыты қандай болады? Үйкеліс күшінің бағыты солға болады. Өйткені үйкеліс күші әрқашан қозғалысқа қарама-қарсы күш, сондықтан үйкеліс күшінің бағытын біз солға қарай деп қарастырамыз.
Келесі есебімізде массасы 12 кг, цилиндр пішіндес бөшкені 50 ньютон күшпен күлу жазықтық арқылы бір қалыпты домалатып, жерден 10 метр биіктікке көтерді. Үйкесті ескермеген жағдайда күлу жазықтықтың ұзындығы қандай болады деп айтып тұр енді. Енді бұл жерде бізге бірінші масса берілген, масса бізде 20 кг. Күшпен, оны қандай күшпен тартып жатырмыз? Яғни күші бізде 50 ньютон болған. Енді биіктігі берілген, биіктігі бізде 10 метр болған. Енді осы жерден бізге ұзындықты тап дейді. Көлбе жазықтық бойымен көтеріп жатыр. Енді бұл жерде жалпы ұзындықты тауып үшін бұл жерде жұмыстың формуласы арқылы шығаруға да болады. Үйкес ескерілмейді деп айтып тұр. Сонда біз былай істей салсақ болады. MGH-ты FL-ға теңестіріп, осыдан L-ді таба салсақ болады. Сонда F дегеніміз, ол L дегеніміз, L-ді табу үшін біз MGH-ты F-ға бөліп жібереміз деген сөз. Енді бұл кішкене жұмысқа да келеді, күшпен де шығаруға болады. Негізі MGH бөлінген F дей саламыз. Сонда бізде M бізде 20, 20-ны көбейтеміз 10-ға, оның биіктігі 10-ға тең, соны бөлеміз 50-ге деген сөз. Сонымен бізде 2000-ды 50-ге бөліп жіберем, сонда бізде жауабы 40 метр деген жауап шығады екен. Жақсы, келесі есеп, автобус дөңгелектері жолмен сырғанау үйкес коэффициенті берілген. Мына жақтан не кетті. Жолмен сырғанау үйкес коэффициенті берілген. Осы жерде үйкес коэффициенті 0,35 деп аласыздар. Жылдамдығы берілген, жылдамдығы км сағатты метр секунд айналдырамыз. Ол бізде 15 метр секунд, яғни 3/6-ға бөліп тастадық. Енді сізден сұрап тұрған радиусын тап дейді. Бұл жерде бірінші біз үдеуді тауып алу керекпіз. Ол үшін μg деген формуламыз бар. Μ дегеніміз бізде 3/5 көбейтеміз 10-ға, сонда 3,5 метр секунд квадрат болды. Енді центрге тартқыш үдеудің формуласына саламыз. V квадрат бөлінген R. Сонда бізде осы жерден радиусты табамыз. Радиусты табу үшін жаңағы 15-тің квадраты 225. Осыны біз жаңағы 3/5-ке бөліп тастаймыз. 225 бөлінген 3/5. Сонда бізде 64,3 жуық шамамен алғанда 64,3 метр деген жауап шығады екен. Енді келесі есеп, жер бетінен H биіктікте, R бөлінген 3 биіктікте дененің массасы 80 кг дене әрекет ететін тартылыс күші қандай болады деп айтып тұр. 80 кг дененің әрекет ететін тартылыс күші дейді. Бұл жерде, мынау жерде біз H-ты табамыз. H дегеніміз R бөлінген 3-ке болып тұр. Сосын бізде массасы берілген. Массасы ол бізде 80 кг болған. Енді бізге осы жердегі тартылыс күшін сұрап тұр. Тартылыс күші қалай болады деген сұрақ болып тұр. Енді мен бұндай есептерді шығарған кезде кішкене бұлай, мына G' деген формуламен шығарам. Көбінде G, мына жақта M, мына жақта R плюс H квадрат деген формуланы пайдаланып жібереміз. Енді ары қарай жазатын болсам GM болады. Мына жақта R, H-тың орнына мен R бөлінген 3-ті қоям, және оны квадраттаймын. Сонда мынаны ары қарай кішкене түрлендіріп жазатын болсақ, мына жақта R 4R болады. 4R бөлінген 3 және оның квадраты болады. 3 жоғары квадраттасаңыз 9G бөлінген M болады. Одан кейін мына жақта 16R-дің квадраты болып кетеді. 16R-дің квадраты. Енді бұл не деген сөз дегенде, бұл 9-ды G-ді 9-ға көбейт, оны 16-ға бөліп таста деген сөз ғой. Сонда мен 9-ды жаңағы 10-ға көбейтем G-ді, соны 16-ға бөліп тастасам G' шығады. Ол 5 менде бірден шығарып тастадым, 5,625 метр секунд квадрат шығады. Енді осыдан мен күшті табатын болсам, онда M көбейтілген G дей салам. Сонда 80-ді жаңағы 5,625-ке көбейтіп жібере салам. Мынаны 80-ге көбейтем. Сонда менде жауабы 400, жоқ шамамен алғанда 440 ньютон деген жауап шығады екен. 440 деген жауап шықты. Енді қазір мен бір
440 шығады. Жоқ, шамамен енді 440 шығардық, бірақ енді одан сәл басқаша санда шығады, иә. Жақсы, келесі есепте бізге масса берілген, масса 33 грамм дейді. 33 грамм дегеніміз енді 33 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм деп аламыз. Сосын екіншісінің массасы берілген, ол бізде 410 грамм, 410 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Сосын бұл жерде еще бізде не берілген, күш берілген. Күш бізде 90 микроньютон дейді. 90 микроньютон дегенде мен 9 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі ньютон деп ала салайын. Енді бізге арақашықтығын тап дейді. Біз бүкіл әлемдік тартылыстан білеміз, ол G m1 m2 бөлінген r квадрат. Осы жерден біз r-ді табатын болсақ, r дегеніміз ол бізде G m1 m2 бөлінген f дейміз, және осыны біз түбірден шығарамыз, е. Орнына қоям, r-дің орнына, мына жақта түбір, g-дің орнына біз 6,67, оның минус 11 дәрежесі. Так, m1 дегеніміз бізде 33 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, 410 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, бөлеміз 9 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі деймін. Осының барлығын түбірден шығарам деген сөз. Енді осыны есептей жіберейін. 6,67 көбейтеміз 33, осыны көбейтеміз 410-ға, осы шыққан санды бөлеміз 9-ға, және осыны біз түбірден шығарамыз. Сонда менде жауабы, бұл жерде дәреженің бәрі негізінен қысқарып кетеді, білесіздер, е. Онан дәреженің барлығы бұл жерде қысқарып кетеді. Сонда менде жауабы 100 деген жауап шықты. Сонымен жоқ, шамамен бұл жерде жауабы 100 метр деген жауап болады екен. Міне осындай есеп. Келесі есепті қарап жіберейік. Меркурий планетасының орташа радиусы берілген. Одан кейін сіздерге еркін түсу үдеуі берілген, Меркурийдің массасын табыңыздар дейді. Енді бұл жерде Меркурийдің массасын жатқа білетін адам бірден қоя салуыңызға болады. Немесе кәдімгі есепті орнына қойып осылай шығарасыздар. Бұл жерде мына жерде километр дегенді мен дұрыстап келтіріп жазып аламын. 2,42 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Сосын еркін түсу үдеуі берілген 3,72 метр секунд квадрат. Енді осы жерде біз Меркурийдің массасын табу керекпіз. Бізде еркін түсу үдеуінің формуласы бар. Ол бізде G m бөлінген r квадрат деген формула. Осы жерден біз массаны табатын болсақ, масса тең болады G r квадрат бөлінген үлкен G деген формуламен анықтаймыз. Сонымен орнына қоям. G-дің орнына мен 3,72-ні қойдым. R-ді квадраттаймын. Так, 2,42, мына жерге жазып қояйын. 2,42 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін еще мен квадраттаймын. И бөлемін жаңағы үлкен G-ға 6,67, 10-ның минус 11 дәрежесіне. Сонымен менде 3,72 көбейтеміз 2,42, көбейтеміз 2,42, сосын оны бөлеміз 6,67-ге. Сонда бізде 3,27 жоқ, шамамен 3,27, 10-ның плюс 23 дәрежесі. Енді Меркурийдің массасын біз білеміз, 3,27 екенін. Егер білетін адамдар болса, бірден осыны қоя салуға да болады. Негізі Меркурийдің массасын өтірік жазбайды ортада. Жақсы, Марс ғаламшарында күнді айналу орбитасының радиусы күн массасы m болса, онда Марстың орбита бойымен қозғалыс жылдамдығы. Ол бізде gm түбірасында gm бөлінген r деген формуламен анықтаймыз. Келесі 18-ші есеп. Бұл жерде сіздерге жылдамдықты, яғни күннің Марс жаңағы жердің бетінен 1130 км биіктіктегі жер серігінің жылдамдығы деп айтып тұр. Мен бар ғой, бұл есепті шығарғанда мұна екеуінің бірден қосып алу керек деп есептеймін. R плюс H-ты қосып жібереміз. Сонда 6870 км, осыған қосамыз 1180 км-ді. Сонда бізде бұл жерде 8000 км деген жауап шығады. 8000 км дегеніміз ол 8 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі метр. Енді мен берілгенге жазып қоя салам деген сияқты ғой бұны. Сонымен мен бірінші осы ғаламшардың серігінің формуласын табам. Ол бізде жаңағы gm бөлінген r плюс h деген формуламен түбірдің астына шығара саламыз. Сонымен g-дің орнына енді еще осы жерде тағы бір проблема бар. Мынау жалпы түбірден біз санды алған кезде дәреже жұп сан болу керек.
Сондықтан мен мына жердегі санды мен жұпқа айналдырып жіберемін. Сонда мен 66,7 оның минус 12 дәрежесі деп аламын. Массаның орнына мен 5,98 10-ның 24 дәрежесі. Енді осыны мынау екеуін қосындысын аламыз. 8 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Соның барлығын мен түбірден шығара салам деген сөз. Сонда 66,7-ні көбейтеміз 5,98-ге. Осы шыққан санды 8-ге бөлеміз және осының барлығын түбірден шығарамыз. Сонда менде бұл жерде 7 шықты. Енді дәреже менде 3 дәреже шығады, метр секунд. Сонымен 7 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі метр секунд. Сіздер білесіздер, бұл қарыштық жылдамдық, яғни біздің қарыштық жылдамдық, бірінші қарыштық жылдамдық білесіздер, 7,9 километр секунд қой. Бұл енді одан азырақ болады, себебі ол биіктікте тұр деген сияқты. Так, енді келесі сұраққа тоқталайық. Жылжымайтын блоктан асыра тасталған созылмайтын жіптің екі ұшына, яғни бірінші масса берілген, масса бізде 0,3 килограмм. Одан кейін екінші масса берілген, екінші масса 0,2 килограмм. Енді осының бізге үдеуін тап дейді. Жылжымайтын блок деп айтып тұр. Енді сіздерде осындай блок берілген деп есептейсіздер. Мысалы, мынадай блоктың екі жағында екі жүк бар деген сияқты айтып тұрды. Мысалы, мынау, допустим, мынау М1 болды. Мына жерде жүк бар, тағы да бір жүк, ол бізде М2. Енді осы жерде, мысалы, М1-ға қарай қозғалып жатыр ғой, осының үдеуі қандай болады деген формула. Енді бұл есепті бірден былай жаза салсаңыздар болады. Үдеуді тауу үшін біз М1-ден М2-ні азайтамыз және оны G-ға көбейтеміз. Шыққан санды екеуінің қосындысына бөле саламыз. Массаларының қосындысына бөле саламыз деп бірден жаза салсаңыздар болады осының формуласын. Сонда бізде мына жақта 0,3 азайтылған 0,2, соны мен 10-ға көбейтем. Және 0,3 қосылған 0,2-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде жауабы 2 метр секунд квадрат деген жауап шығады екен. Келесі есебіміз денеге түсірілген күш моменті берілген. Яғни күш моменті бізде 60 ньютон көбейтілген метр. Инерция моменті берілген еще. Инерция моменті бізде 1,5 килограмм көбейтілген метр квадрат. Енді бізден сұрап тұрғаны бұрыштық үдеу. Қатты дененің айналмалы қозғалысы үшін Ньютон заңы деген бар. Инерция моментін табатын. Күш моменті ол инерция моменті мен эпсилонның көбейтіндісіне тең деген. Осы жерден біз жаңағы эпсилон деген бұрыштық жылдамдық күш моментін инерция моментіне бөліп тастаймыз. Сонда 60-ты бөлеміз 1,5-ға. Сонда бізде 40 радиан бөлінген секунд квадрат деген мән шығады екен. Келесі екі бала созылмалы екі арқанды бір нүктеге байлап, өзара 60 ньютон күшпен, яғни бұрышы берілген, бұрышы бізде 60 градус дейді. Тарта бастады, керілу күштері бірдей, екеуінің F1 және F2 күштері бірдей, және ол 100 ньютоннан дейді. Енді бізден сұрап тұрған тең әрекетті күш F-ді тап дейді. Енді бұл жерде тең әрекетті күш және екеуінің арасындағы бұрыш бізде 60 градус болса, біз косинустар теоремасын қолданамыз. Енді білесіздер, біз жалпы косинустар теоремасын қолданғанда, егер 90 градустан аз болса, мына жерде біз плюспен жазамыз. 2F1, F2 косинус альфа деген формуламен қоя саламыз. Орнына қоясыздар енді. F1-дің 100-дің квадраты бізде 10.000, білесіздер, қосамыз 10.000. Мен бірден бір-бірден жазайын. Көбейтілген 100, көбейтілген 100, 60 градустан 0,5-ге тең. Сөйтіп, осының бәрін сіздер есептегенде шамамен 173 ньютон болады екен. Міне, осымен бізде динамиканың тақырыбын бітіріп жатырмыз. Келесі жолы тағы да Б деңгейінің тапсырмаларын қарастырамыз. Ертең келесі жолы дегенде бізді енді Б деңгейіне өткендіктен кішкене уақыттар бойынша көбейеді және есептің санын осыған дейін мен 21 есептен шығарып жүрмін. 20 есептен шығардым, одан кейін 21-ден шығардым. Енді осы аптадан бастап мен 22 есепке көтеріп отырмын. Апта сайын бір есептен көтеріп отырмын. Осы қолдап жүріңіздер, сау болыңыздар.